Қайырлы күн, саламатсыздар ма? Бүгін бізде қонақта 10 жылдық жоғары медициналық білімі бар, 12 жылдық стажы бар ересектер мен балалардың неврологы және реабилитологы дәрігер остеопат Меруерт Сансызбайқызы. Қош келдіңіз. Рахмет, Жаңыл ханым, қош көрдік. Мені сұхбатқа шақырған Жаңыл ханым ментор, наставник және запуск бойынша жұмыс жасап жүрген тұлға. Рахмет. Қош келдіңіз. Мынау қазіргі заманауи жаңа мамандықтардың бірі остеопатия мамандығы. Осы мамандық жайлы қысқаша түсінік берсеңіз. Жалпы остеопатия біздің Қазақстанға 2014 жылы Қазақстан Республикасының министрлігінің бекітуімен, бірақ дәрігер остеопат болу шарт міндеттілігімен келген. Негізінен Европада негізі қаланған 1874 жылы негізі қаланған ғылымдардың бірі, медицина саласының бір бөлігі. Сондықтан сіздің барып жүрген остеопатыңыз дәрігер остеопат па? Құрметті оқырман, соған мән беріңіз. Дәрігер болу керек та? Медициналық жоғары білімі болу қажет. Дұрыс айтасыз, бізде қазіргі таңда остеопаттар көп, бірақтан нағыз өз ісінің маманы остеопаттарды осылай не қылсақ болады екен, ажырата алсақ болады екен, және де бізде Қазақстанда енді келіп жатқан мамандықтардың бірі, негізінде бұл бұрыннан бар мамандық екен, 1874 жылы негізі қаланған, содан бері Европада, Америкада, әсіресе Европада, Францияда жақсы дамып, сол Украина, содан Ресей Федерациясы, содан бастап бізге жайлап келіп жатыр. Нақты жаңағы білім ғылым ретінде бізге сол 2014-те енді. Сол медицина саласының бірі болып. Өзім медик болсам да, бұл мамандықты онша хабарым жоқ екен. Енді 2014-те Қазақстанға келді деп жатсыз, бірақтан осы мысалы қазір 2024-2025 жылдары енді мен толық түсініп жатырмын. Негізінде сізбен сол сөйлесу барысында көптеген ақпараттар алып, жаңағы маған ұнаған мамандық болды. Енді остеопат сеансы кімдерге арналған? Жалпы остеопат сеансы балаларға біріншіден туыла біткен, яғни туыла салып, жаңағы роддомда туылады, яғни шетелде мынандай ұғым бар, яғни туылған бала қырқынан шықпай тұрып, бірінші кезекте остеопат оның басын, бас сүйегін коррекциялап жібереді. Яғни ол кесарево болсын, ол былайша табиғи жолмен босансын, сразу жаңағы остеопатиялық коррекция жасайды. Сондықтан айтатын дегенім, туылған балалар, әйелдер, жүктілер, міндетті түрде жүктілер де келу керек, және үлкен жаңағы қария адамдар. Яғни кішкентай баладан, яғни еңкейген қарияға дейін остеопат сеансын алуға болады. Яғни сіздерге роддомда бала туылып жатқанда даже басында болу керек екен, кейбір шет мемлекеттерде сондай. Басында болады, сөйтіп остеопатиялық коррекция жасайды. Өйткені менің баламда, мен енді кесаремен босандым ғой, бірақтан кейін келе балам вообще бір басы жұмсақ болып, сол кезде туылған кезде сол бір жақтама жатып қалған дейді да. Ал бірақ оған дейінде ол коррекцияланып, жаңа сіз айтпақшы солай болу керек болған ғой. Соны бір момент айтып жіберейін осы жерде. Туылатын кезде, мына жерде қараңыз, жатырдан бала шығып жатқан кезде, яғни қысылып шығады ғой, бір кедергілерден өтіп шығады да, сол кедергілерден өткен кезде, мына бас сүйек мына жерде көрініп тұр да, бас сүйекте өзінің жіктері болады. Осы жіктер бір-біріне байланысып, яғни туылған кезде, табиғи босанған кезде бір-бірінен сол жіктер байланысып, яғни орнына келіп туылады. Ал енді кесарево болған кезде ол байланыс болмайды да. Одан кейін кесарево болған балада міндетті түрде шофтары деп айтады, жіктері, сүйектердің жіктерін реттеу керек. Міндетті түрде. Тем более кесаревомен туылғандарға. Міндетті түрде. Сондай ерекшелік бар. Күшті, керемет. Енді бізде остеопатиялық ем қалай жүргізіледі? Қандай жағдайда енді? Остеопатиялық ем енді кез келген ауруға деп айттық қой, кез келген жасқа қолданылады. Остеопатиялық ем қалай жүргізіледі?
аптасына индивидуально тағайындайды остеопатиялық коррекция. Кішкентай балдарға, туылған сәбилерге 20 минут, 15 минут болуы мүмкін. Ал ересек 6 жастан 12 жасқа дейін жарты сағат 40 минут, ал ересектерге 40-50 минут жобасында индивидуаль тағайындайды. Бірақ ол күнде жүргізілмейді. Остеопатиялық ем күнде жүргізілмейді, тек аптасына 1 рет немесе 2 рет индивидуально оның жағдайына қарай, немесе 10 күнде 1 рет, немесе 2 аптада 1 рет солай тағайындалады. Мына жерде бір сұрағым қалып кеткен екен менің. Остеопат мамандығын игеру үшін медициналық білімі болу қажет па? Міндетті түрде медициналық білімі болу қажет. Себебі және арнайы сол остеопатиялық институтта оқу керек. Себебі қазіргі таңда курстар көбейіп кетті. Сол курстарды 5 күн немесе 10 күн сондай курстар оқып алады. Өзін псевдо остеопатпын деп жұмыс жасап жүрген қаншама мамандарды білеміз. Бірақ арнайы институтта 2 жыл остеопатиялық білімі болу қажет. Біріншіден, ол остеопатиялық институтқа түспес бұрын жоғары немесе орта медициналық білімі болу қажет. Қараңыз, өйткені остеопатияда мына айтып жатырмыз ғой, мына сүйектің әрбір деталына дейін, мына омыртқалардың, оның нервтері, одан шығатын мидың құрылысы, осының барлығымен остеопат жұмыс жасайды. Сондықтан оның анатомиясын және физиологиясын, яғни қалыпты құрылымы мен қалыпты қызметін білмесе, остеопат өзін остеопатпын деп айту құқысы жоқ. Керемет, өйткені үлкен бұл деген система. Қазіргі таңда жаңағы курстарды оқып алып, солай өзін остеопатпын деп бізде көп халық осылай түсінбейді ғой. Негізі осындай ақпараттандыру керек екен. Сондықтан дәрігер остеопат таңдағандарыңыз дұрыс. Өйткені парақшасын қараңыздар, қазір дәрігер демекші жалған др деген, қазір доктор деген, доктор немесе доктор деген жаңағы логимен әртүрлі дәрігер емес, кәдімгі жаңағы қарапайым халықтың арасынан шығып атқан жалған парақшаларды өте көп көріп жатырмын қазір. Соның өзіне халық енді білмейді ғой. Сондықтан ашып, қарап, сертификатын көріп, кәдімгідей министерстводан берілген дәрігер деген сертификаты болу қажет. Рахмет. Енді осы жерде естіп жатамыз, сырттан остеопатпын деп келіп, осы жаңағы өзіңіздің айтып жатқан неңізге қарай айтып жатырмын. 10 күн қатарынан ем көрсетіп жатады ғой. Сол қаншалықты дұрыс? Остеопатиялық сеансты неше рет алу керек? Остеопатиялық сеанс жаңа сырттан келгендер демекші, енді оларға пәлен деп айта алмаймыз. Мен оны тоқтата алмаймын. Ол ары қарай жүре береді де, бірақ 10 күн қатардан балаға ауыр болады. Жаңа айттым ғой, остеопатиялық ем аптасына 1 немесе 2 рет жүргізеді. Енді олар сырттан келгеннен кейін оларда уақыт жоқ. Уақытты қыз, олар күтпейді. Сондықтан 10 күн қатарынан ем дейді, аналар, мамашалар соны жарайды дейді, 10 күн қатарынан алады. Ол ауқымды, көлемді сумма оның өзі. Бұлай қарап тұрғанда бір сеанстың өзі пәлен ақшаға келіп жасайды. Енді оның арасында дәрігері бар, дәрігер емесі бар. Сондықтан остеопатиялық құрметті аналар, құрметті ата-аналар, остеопатиялық ем аптасына 1 рет, индивидуалды немесе 2 рет, немесе 2 аптада 1 рет жүргізіледі. Қатарынан 10 күн жүргізілмейді. Себебі баланың миына, мидың ішіндегі сыртындағы сұйықтықтарға сол ритміне өте ауыр болады. Керемет. Бізде көп қарапайым халық осы келіп тұр ғой алдымызға. Қатарынан тез емделіп алайық, мына маманды пайдаланып алайық деген мақсатта одан бетер ушықтырып жатады екен, күшті, керемет жауап алдық. Енді жалпы бізде осы остеопат маманына барған кезде көбісі жаңағы шешіну керек па, сеансын алып жатқан кезде шешіну міндетті ма? Осы сұраққа жауап берсеңіз. Біздің оқырмандардан келетін жиі сұрақ, қалай жасайсыз, не жасаймыз, не істеу керек, массаж ба деген, сондай сұрақтар көп. Анау суреттеріңіздің сізден көрінеді, енді жартылай болып тұрады ғой, денесі ашық. Соны көреді дағы, солай шешінеміз ба деген қорқыныш болады ғой. Сондықтан остеопат сеансына тек кәдімгі жейде футболкамен және лосина деп айтады, шортимен жата бересіздер сеанста, ешқандай да шешіну болмайды. Бұл кезде ең негізгісі, енді остеопатияның түрлері көп, саласы көп.
висцералдық түрі, ол асқазан ішек жолдарын коррекциялайды, реттейді. Сосын кейін бас сүйектік түрі, ол бас сүйектің ішіндегі сұйықтықпен жаңағы әртүрлі неврологиялық диагноз бар балаларды емдейміз. Одан кейін фасциалдық, бұлшық еттік, осындай түрлері бар. осы кезде қажет жағдайда шешіну қажет болады, кейбір локальды аймақтарды коррекция жасағанда. Ал былайша тек футболка, шортимен келсе болады. Сеанс барысында, иә? Сеанс барысында осылай жатады. Ыңғайсыздық туындатпайды науқасқа. Рахмет. Енді бізде мынау остеопат сеансы сонда массаж ба деп оқырмандар болып жатады ғой. Ол осылай жартылай шешініп тұрғандықтан массаж жасай ма или қалай емдейді деген сондай бір көрген кезде сұрақ туындайды ғой. Иә. Массаж, остеопатиялық коррекция, остеопатиялық ем ешқандай да массаж емес. Массажда тек сол белгілі бір аймақты ысқылап, уқалап, сол жердегі қан айналымын жақсартады. Ал остеопатиялық ем бүкіл система, яғни организмді бір тұлға, бір система деп алып, сол мысалы бас ауырып келу мүмкін. Бас ауырған кезде тяга деп айтады, мынау тартады. Ол тізеге апару мүмкін. Яғни остеопатиялық емде ең негізгісі себепті жоямыз. Яғни бас ауруға не алып келді? Ол тізе болуы мүмкін. Сондықтан тізені коррекциялаймыз. Түсіндіңіз ба? Яғни остеопатиялық емде жаңағы массаж емес. Яғни ол жерде созу, кішкене тарту нелері, манипуляциялар болады. Бірақ ысқылап, уқалап, яғни жаңағы массаж сияқты ондай жасалмайды. Тек кейбір балдарда, кішкентай балдарда, текст тыңдаймыз, болды. Соның өзі организм коррекцияға жібереміз сол арқылы. Организм өз-өзін емдейді. Мен ешқандай да биоток жібермеймін. Организмнің өзінің ырғағын реттеп, ол сол арқылы, сол бір апта бойы өз-өзін емдейіп келеді. Әр адамның өзінің, иә? Иә, әр адамның өзінің ырғағына байланысты. Солай жасалынады остеопатиялық ем. Бізде енді осы бізде енді неше жастан бастап қабылдауға болады? Жаңа басына айтып өткендей, сол туыла салып қабылдауға болады. Остеопатиялық емді туыла салған маған келеді, 10 күндік, 15 күндік балалар келеді приемға. Яғни кесаревамен туылған балдар, сондай балдар келеді. Алдағы уақытта, Алла қаласа, менде үлкен бір жеңілдік болып жатыр. Жеңілдік болғанда, бұл Аллахтың разылығы үшін, қоғамға пайдалы болсын деген ниетпен 5 айға дейінгі балаларды тегін қабылдауға шешім қабылдадым. Яғни ол белгілі бір уақытта қана. Себеп қараңыз, сол именно 6 айға дейінгі балаға дұрыс коррекция жасалмаса, ЗПР, ЗР көбейіп кетті қазір. ЗПР, ЗР деген дұрыс сөйлемейді, бала дұрыс жүрмейді, дұрыс танымды, дұрыс шоғырды сондай жасай алмайды. Сонда сол бала туылғаннан 6 айға дейін уже бір рет, 2 рет остеопатиялық емге келсе болады. 2 рет. Соның өзі жетеді. Соның өзі жеткілікті болады. Кесарева болса, жаңағы жүктерін реттейміз, немесе басқа болса өзінің несіне қарап, баланың диагнозына қарап, яғни оның туылғанының асқынуымен туылды ма, қалай туылды, ананың жағдайы қалай болды, соған байланысты сондай бір үлкен ауқымды енді қоғамға енді қазір бала пайдалы сондай бір неге шешім қабылдадым. Рахмет, мынау шешіміңіз керемет екен. Мысалы біздің кезімізде, білмеймін енді қазір бар ма жоқ па, бізде босанғаннан кейін баламызды тек хирургқа, тек апарып ұршықтарын тексертіп сөйтіп жатамыз. Атак қазіргі таңда жалпы керемет нәрсе екен. Бала туылғаннан уже 6 айға дейін сіз коррекциясын дұрыстап берген. Жаңа өзіңіз айтып өткендей тартылып тұрады деп жатсыз ғой. Соның барлығын 1-2 сеанстан алдын алған деген керемет нәрсе екен. Болашақ ұрпақ қойын, болашақ ұрпақтың қазір өйткені саны білмеймін енді, ол есебі бар, есепке тұрғаны бар, тұрмағаны бар, әкесі де сондай кеш сөйлеген деп мән бермейтіні бар, сөйтіп келмей жатқаны қаншама, мысалы деймін да, сондықтан болашақ
біздің ұрпақтың қолында болғандықтан, біздің ұрпағымыз, солардың қолында болған, болашақ солардың қолында болғандықтан, денсаулық қой. Ең маңызды денсаулық болмаса, біздің дені сау ұрпақ болмаса, біздің Қазақстан еліміз де, басқа өзіміздің көркеуіміз, сол жаңағы саясатымыз да біздің саналы ұрпаққа, сапалы ұрпаққа байланысты. Сондықтан кішкене де болса менің бір үлесім болсын деген ниетпен, құрметті оқырман, 5 айға дейінгі туылған балаларыңызды 10 күннен бастап остеопатиялық коррекцияға алып келуге болады. Ол тегін. Сосын осы жерде тағы да бір сұрақ болып тұр менде. Ол мысалы емханада тұрады ғой, учетта тіркеліп. Содан неде бар ма? Мемлекеттік нелерде бар ма? Емханаларда остеопат маманы. Өте жақсы сұрақ. Ресей Федерациясында арнайы штатқа бөлінген остеопат мамандығы бізде Қазақстанда жоқ. Бізде емханаларда арнайы остеопат маманы штат бөлінбеген. Мынандай осындай жеке остеопаттарға көрінеді. Мұнда бөлінбеген. Мен онда сол біздің кезімізде жоқ болғаннан кейін қазір бар екен деп ойлап отырмын. Негізінде қазіргі аналар уже заманның талабына сай сауатты ізденіп жүрген аналар бар. Даже мысалы өзіміздің мынау шариғатта да айтып жатады ғой, баланы қай уақыттан бастап тәрбиелейік дегенде уже 6 айлығында барса кеш деп жатады ғой. Көрдіңіз ба, осы жерде сіздер туылғаннан бастап басында тұратын мамансыздар. Еще енді ол бізде Қазақстанда әлі штатта жоқ деп жатсыз ғой. Алдағы уақытта болып жатса жақсы. Оған дейінде мына сауатты аналарымыз келіп, осындай мамандарды іздеп, алдын ала балаларының дені сау ұрпақтан мынау қолға алған дұрыс екен. Дұрыс, өте дұрыс айтасыз. Енді бізде жүктілер көп қазіргі таңда. Сол жүктілерге де байланысты бізде симфизит бар. Енді соның бар жоғын қалай анықтай аламыз? Жүктілер жаңа туылған бала деп балаларды айтып жатырмыз ғой. Енді симфизит дегенге жалпы бүйтіп түсіндіктеме айтып өтейін. Жалпы симфизит дегеніміз жүктілерде болатын симфиз байламының ажырауын айтады. Симфиз байламы деген ол мына байлам осы ажырайды. Ол неліктен ажырайды? Оның себебі мына буын бар. Жамбаспен мынау 8 көз оранжевый, қою сары түсті. Ақ жамбас. Жамбаспен 8 көздің байланысқан жерінде буын бар. Жамбас 8 көз байламы бар. Және екінші жағында да жамбас 8 көз байламы бар. Осы байлам, осы 3 байлам арқылы мынау жамбас астауы кеңейеді. Яғни бала сол жерде өседі, жамбас астауында, кіші жамбас астауында өседі. Осы кезде қараңыз, егер анада, аяғында майтабан болса ананың, немесе аяғында вальгус варусный деформациялар болса ананың, немесе өзінің созылмалы аурулары болатын болса, мына жаңағы байлам, жамбас 8 көз байламы қатып қалады. Яғни ол эластичный болып ашылу керек. Яғни үшеуі бірге ашылу керек. Ол үшеуі бірге ашылмайды. Біреуі қатып қалған, енді мына екеуі ашылады. Енді физика заңдылығына сәйкес астындағы бірден ашылып кетеді. Түсіндіңіз ба? Астындағы бірден ауырлық, салмақ мыняқа түседі. Сондықтан симфизит дегеніміз сол. Яғни симфиз байламының ажырауын айтады. Қалыптыда 0,7 мм ге дейін қалыпты болып есептелінеді. 0,7 мм-ден асса, ол 1-1,5, менде көп жұмыс жасап жатырмын, 1-1,5, 2-ге дейін ажыраған симфизиттермен жұмыс жасап, жақсы нәтижеге жетіп жатырмыз. Яғни ол уже кішірейеді. Ол себебін анықтаймыз, сол себебін остеопатиялық коррекция жасап жоямыз. Енді осы жүктілер жүрет, мысалы бізде бар ғой, ұрығым үлкен, астыма тіреліп қалып жүре алмай жатырмын деп бүйтіп маймаңдайды ғой, оны қалыпты деп есептейді. Ол ешқандай да қалыпты емес. Сол симфизиттің белгілері. Яғни 7 айда, 8 айдан бастап ұрық үлкен екен, немесе төмен орналасты, немесе суы көп. Енді олар да болуы мүмкін, болады әрине. Бірақ соған қарай былай төмен орналасқан кезде, төмен жүрген кезде ол 0,7 емес, 0,8, 0,9 болса да ол симфизит. Түсіндіңіз ба? Сондықтан кәдімгі жүкті ана жеңіл жүру керек. Ол кәдімгі физиология, қалыпты нәрсе. Ол ешқандай да ауру емес жүктілік, ол ауытқу емес. Сондықтан жүкті болған ана қалыптыда нормально жеңіл жүру керек. Түсіндіңіз ба? Яғни талтаңдап,
мынау үйрек сияқты 7 айында 8 айына жақындаған кезде зорға отырып тұрып жүру, белін аламай жүру, оның бары симфизиттің белгілері. Сондықтан сондай аналар, сондай жүктілер болған кезде міндетті түрде жаңағы остеопатиялық коррекцияға бізде негізінде акушер-гинекологтар сіздерді ұсынса болады екен негізінде. Болады. Жалпы өздеріне де жақсы ол кісілерге де. Жеңіл, ананың жеңіл босануына, өзінің табиғи қалыпты босануына көмектеседі. Егерде мысалы ол асқынып босанған жағдайда өздеріне минус болады да, жалпы осы мынау білім керек екен. Барлық медициналық жаңағы терапевті болсын, участковый болсын, гинекологы болсын, осы жаңағы білім керек, және де сіздерге жолдау керек екен. Бізде жаңағы айтып жатырмыз ғой, осы бала туылады, енді симфизит жайлы білдік. Нәрестелерде қазіргі таңда гипоксия дегеніміз көбейіп кетті. Сол гипоксия дегеніміз не? Ол қандай асқынуларға алып келеді? Гипоксия дегеніміз, гипо деген төмен, оксид деген ол оттегі, яғни оттегінің төмендеуі. Ол оттегі бізге қан тамыр арқылы миға барады. Сондықтан қазіргі таңда баланың босану барысында, босану жарақаттарының әсерінен, немесе ананың өзінің фоновый аурулары деп айтады, анемия, немесе гипотериоз, әртүрлі фондық аурулар болса, анада міндетті түрде балада гипоксиямен туылады бала. Яғни минерал жетіспесе, дәрумендер жетіспесе, гипоксиямен туылады. Ол гипоксиямен туылды деген сөз көптеген асқынуларға алып келеді. Егер сол гипоксиямен туылды, болды гипоксия деп, оны емдемесе, қаратпаса, көрсетпесе, ол ЗПР қалып келуі мүмкін, ЗРР қалып келуі мүмкін. ЗПР, ЗРР дегеніміз ол жаңағы задержка речевой развитие, задержка психикалық развитие, психическое развитие. Яғни психикалық төмендейді, сөйлеуі төмендейді, әлсіз болады, шамасы келмейді, оқығысы келмейді, сондай шоғыры төмендейді, бір жерде отыра алмайды бала, яғни жыбырлап ары бері жүгіре береді. Қазір ішіңде құртың бар ма дейді ғой балаларға, ішіңде құртың бар ма, бір жерде отырмайсың дейді ғой. Ол деген сөз, ол бала оны әдеге істеп жатқан жоқ ішінде. Бала оны әдеге істеп жатқан жоқ, соны бұзайын немесе жүгірейін деп істеп жатқан жоқ. Ол мына миға, мына тамырлар қысылып тұрғаннан кейін миға қанды жеткізу үшін, компенсация деп айтады оны. Яғни миға қанды жеткізу үшін қимылдайды. Жүгіреді, секіреді, ары жүгіреді, бері жүгіреді. Өйткені мына қимылдаған сайын мына тамырлар ашылады да, миға әйтеуір қан барады. Аз болса да барады. Сол процесс жасаған кезде оған жақсырақ болады, сол үшін көп қимылдайды. Көп қимылдайды, Сондықтан компенсация ғой, орнын басу үшін. Әйтеуір ағзаны сақтау керек қой, мына дене, мына миды сақтау керек. Гипоксиядан шығатын жол, ол қатты қимылдай бастайды. Түсініңіз ба? Несін бір жерде отырмайсың деп ұрсады, ол бәрі отырмайды, оның гипоксиясын емдеу керек. Сондай да, өйткені мына тамырлар, мойындағы омыртқа артериялары, ішкі ұйқы артериялары қысыла бастайды, кішкене тарыла бастайды. Сол тарылғаннан кейін миға қан бармайды. Сосын қан бармағаннан кейін шоғыры төмендейді, бала жылауық болады, беймаз болады, кез келген нәрсеге көне салмайды, сондай болады. Бір-екі техникасын көрсете аласыз ба? Мысалы, қараңыз, мына жерде омыртқалардың арасында мына жерде бірінші, екінші ең негізгі омыртқалары бар. Сол омыртқаның арқасында мастоидеус деген өсінді болады. Сол өсіндінің астын кішкене былай созып ашамыз, немесе былай ұстап тұрамыз, немесе соны ұстап былай тыңдаймыз деген сияқты сондай техникалары бар. Және басқа да өте көп техникалар бар. Бір техникасымен бөлдіңіз, және енді айтып отырсыз ғой жерде ЗПР, ЗР деп. Осы екеуінің бір-бірінен айырмашылығы қандай? Жаңа айтқандай, ЗПР мен ЗРРдің айырмашылығы, ЗПР деген психикалық төмендеуі, яғни түсінбейді бала, түсінігінің төмендеуі. Ал ЗРР дегеніңіз речевой развитие, задержкасы, яғни балада сөйлеудің кешеуілдеуі, төмендеуі. Түсініңіз, кейде ЗПР жаңағы ЗРР-мен қосылып келеді. Оны ЗПРР деп айтады. Яғни оның психикасы да төмен, сөйлеуі де төмен. Сондай болып келеді. Ол өте, егер ЗРР-ді емдемесе, ол ЗПР-ға ауысуы мүмкін.
түсіндіңіз ба? Яғни сөйлемей жүреді бала, кейін егер мән бермесе ол сөйлемейді ғой, кейін уақыт өте келе сөйлейді деп қоя саламыз біздің қазақ. Сондықтан соны уақытылы емдемесе ол ЗПР-ға алып келуі мүмкін. Осы жерде енді логопедтер қандай пайдасы бар? Өте күшті пайдасы бар. Негізі логопедтермен өте тығыз байланысты остеопатиялық жұмыс. Логопед дефектологтардың жаңағы АФК инструктор, ЛФК инструктор деп айтады, комплексті жұмыс жасалады солармен бірге. Яғни комплексті бірігіп, солармен бірігіп жасағанда нәтиже тез шығады. Яғни логопед дефектологтарда 3 ай жүреді бала, остеопатқа келген кезде тез эффект болады. Ол логопед дефектологтарда эффект болған жоқ деген мәселе емес. Яғни логопед дефектологтар істеді, балаға үйретті, кішкене талчок керек болып тұр да миға. Сен ана логопед дефектологтардың істегенін ары қарай былай түсініп ал, ми деген сияқты талчок керек та, яғни остеопатиялық коррекция керек та. Ол соны шығарады. Яғни жаңағы логопед дефектологтар үйреткен нәрсені 3 айдан кейін шығару мүмкін. Сондықтан аналар чуданы күтпейміз, ешқандай да чуданы күтпейміз, уақыт керек. Барлығын уақыт емдейді. Логопед дефектолог, АФК инструкторлармен жұмыс жасап, остеопат мамандарымен бірігіп жұмыс жасап, ЗПР, ЗРР балдарды өз уақытында 5-6 жасқа дейін өзінің жаңағы жасына сәйкес етіп, жаңағы диагнозын шығарып тастауға болады. Сонда уақыт керек. Жас сайынан емделу керек, кішкентайынан білді ма, 1,5 жасынан білді ма, сол білгеннен бастап қимыл әрекетке көшу керек. Менде де өзімнің баламда болды. Мен бірақ баламды білмейді екем. Мектепте осындай логопедтер келген, маған хабарласып тұр, сізді логопедке жазып қойдық деп. Не үшін жазасыздар? Сіздің балаңыз Р мен Л-ны айта алмайды деп. Сонымен үйге келіп, оны мен деген сұрап жатсам, шын мәнінде айта алмайды екен. Бірақтан енді сол кезде біз логопедпен жұмыс жасадық қой. Бізге сол кезде осы остеопат маманы жайлы айтпады. Бірақ әлде де балам ол кездерде бір жұмыс жасап жүрген кезде логопедпен жақсы болып жүрді белгілі бір уақыттарда. Одан кейін уже оны тоқтатты ғой енді мектептен. Бірақтан қазір қайтадан сондай уже вообще айта алмайды. Р мен Л-ны айта алмайды. Енді ол жерге не істеуге болады? Енді ол жерде біріншіден тамақтануын реттеу керек баланың. Тамағы егер көмірсулық болса, тек қана көмірсу, нан, печенье, вафли, тек көмірсулық тағамдарды көп жейтін болса, балада ол мидың дамуына әкелмейді. Ол жеңіл глюкоза, тез глюкоза болады да, басқа миға уақытша ғана глюкоза береді дағы, ол тез шығып кетеді дағы, шоғыры неғылмайды, ми дамымайды дұрыс. Сондықтан рационға белокты тағамдар, ақуызды тағамдар, майлы тағамдар, кәдімгі құйрықтың майы, сондай қазының майы, соны енді жеп үйрету керек. Сондайды кішкене рационға қосу керек. Көкөністер, жеміс жидектер, соны қосу керек. Сосын балаға жаңағы артикуляциясына тіл, оны логопедтер үйретеді. Тіл қай жерде тұру керек. Әр әріпті айтқанда. Л-ны айтқанда тілдің артында, тістің артында, тіл көтеріңкі тұру керек деген сияқты. Соны үйретеді. Оны тілге массаж жасайды, логомассаж деп айтады, тілге әртүрлі жаңағы жаттығулар жасатады. Осыларды жасау керек. Сосын кәдімгі жалпы денесіне жаттығу жасату керек балаңызға. Одан кейін остеопатиялық жүрісінен де байқасам, сәл қопалдау жүреді. Сосын ақпаратты да жай қабылдайды. Бірақ өзі жақсы оқиды. Неше жаста? 9 жаста ғой. Болады. Қазір сізден біраз ақпараттанғаннан кейін мен түсінгенім, уже кеш болып бара жатыр екен. Бірақ логопедпен алған күнде де сізбен де, остеопат маманымен де кеңес алу керек екен түсініп жатырмын. Енді бұл жерде балалардың тірек қимылына байланысты екен. Балалардағы тірек қимыл аппараты бұзылыстарының жиілеуінің себебі неде? Тірек қимыл аппаратының бұзылысы дегеніміз жалпы мынау омыртқа бұзылыстары, аяқтағы бұзылыстар, тірек қимыл, яғни қимылға жауап беретін мына сүйектегі бұзылыстарды сол тірек қимыл аппаратының бұзылыстары деп айтады. Оған вальгустық, варустық деформациялар, сколиоздар, майтабан, осылардың барлығы жатады. Оның жиілеу қазір жиілеп кетті. Жиілеу себебі мен айтар едім, ең бірінші цивилизация, яғни заман талабына сәйкес қазір біз барлық жер теп-тегіс, цементтелген, барлық жер теп-тегіс, аяқ киімді балаға кигізіп қоямыз, сол жалаң аяқ жүргізбейміз,
сол кигізіп қойған аяқта, өйткені аяқта өте көп ұсақ майда сүйекшелер өте көп. Сол сүйекшелердің арасының барлығында бұлшық ет болады. Ол бұлшық еттер дамымаса, тірек қимыл аппараты әлсірейді. Именно аяқ, сол фундамент аяқтан басталады. Аяқ дұрыс болмаса, сіздің тірек қимыл аппаратыңыз, сізді ұстап тұратын мына қимыл аппаратыңыз дұрыс болмайды. Сондықтан аяқтан бастау керек, емнің барлығын. Аяқты дұрыс қалыпқа келтіру үшін жалаң аяқ жүргізіңіз балаңызды. Жалаң аяқ жүргізу керек. Одан кейін мына аяқ киім таңдағанда да дұрысын таңдау керек. Аяқ киім өзі уклонмен, мына свод деп айтады, мына аяқтың мына аяқ деп айтатын болсақ, мына жерді қатты ұстап тұру керек. Аяқ киім, мына арқасы қатты болу керек. Мынау кішкене биіктеу болу керек. Осылай, мына башпайлар қимылдайтын жер жұмсақ болу керек. Осындай 3-4 критерий, мына жерде міндетті түрде қысатын қысқышы немесе бауы болу керек. Арнайы қазіргі таңда аяқ киім бар ғой бізде. Арнайы, бірақ ортопедиялық аяқ киім емес. Ортопедиялық аяқ киім қатты, ол ауыр ортопедиялық аяқ киім емес. Соны естіп алған біздің мамалар, мамашалар, ортопедиялық аяғы қисық па, ортопедиялық аяқ киім керек. Қатты ауыр аяқ киімді, ол арнайы ауыр диагнозы бар ДЦП балдарға кигізетін аяқ киім ғой негізі. Әу баста солай шыққан нәрсе ғой ол. Ол сау балаға, аяқ кішкене майыс болса да, ол сау бала. Ол енді дамып келатқан бала. 4 жасқа дейін бала маймақ жүреді. Норма ол. Қалыпты ол. Маймақтанып жүру қалыпты болып есептелінеді. Сол қалыпты болып есептелінеді. Енді ол баланы маймақ дейді дағы ортопедиялық аяқ киім кигізіп қояды. Ол дұрыс емес. Ешқандай маманнан сұрамайды өз бетінше. Сондай еді ғой деп. Ол кигізіп қойдыңыз ба, болды, сол қалған күйі балада, сол дамымаған күйі сол дамымайды. Өйткені мына аяқ қимылдамаған кезде миға сигнал барады. Қандай сигнал? Ми баланың аяғы дамыды, сен демала берші деген сигнал ғой. Сондықтан уже баланың аяғын ұмыт кетеді ми. Сосын кейін ары қарай сигнал беруін тоқтата бастайды да, ол одан самай заваливай ішке қарай баса береді. Мидан дұрыс басқарылмайды екен ғой. Дұрыс басқарылмайды мидан. Сондықтан ортопедиялық аяқ киім киіп жүрсіздер ма, міндетті түрде шешеміз. Ол арнайы диагнозы бар балдарға киіледі. Мүлдем жүре алмайтын балаға кигізіп қояды, оны ауыр салмақпен жерге қарай аяқ тартып тұресіз. Түсінесіз бе? Сондай болады. Сондықтан жаңағы жиілеу себебі осы цивилизация, осындай қате ұғымдардан, қате қазір жақсы мамандарға бармайды ғой. Подушкам айтып еді, мамам айтып еді, немесе жаңағы біреуден естідім, көріп алады. Осындай істеп еді, анасы дұрыстап кетті содан дейді дағы, соны істеп жатады. Ол дұрыс емес. Әр бала индивидуальный, әр бала жеке, басқаша дамыған, сондықтан мамандарға, мамандардың кеңесін алуына ұсынамын. Біздің кезімізде көп жалаң аяқ жүретін едік. Асфальтта, жаңағы ыстық жерде, тастың үстінде, құмда прямо аяғымызға тікен кіріп, қазіргі таңда мен қарасам, ондай бір жалаң аяқ жүрген баланы көрмеймін. Жалаң аяқ жүрген баланы көрмейсіз, сосын батпақ болып жатқан баланы көрмейсіз ғой. Қазір бәрі стерильный ғой. Барлығын, ойбай, мына жері бүйтіп қалды. Баланың мына жері неғып қылмасын, тамақты өзінің аузына салады. Өзі бүйтіп тамақ. Дұрыс емес оның барлығы. Құрметті аналар, батпаққа батып, ана нанды мыжып, ана жерің шашылып атсын, кілеміңіз лай болып атсын, май болып атсын, сіз ана баланың дамуына сіз кедергі келтіріп атсыз. Соны таза ұстаймын деп. Түсінесіз ба? Сол май боп, анау былшылдап, өйткені ана былшылдаған кезде сенсорикадан, сезімі дамиды. Анау былшылдап қолмен барған кезде мынау моторика дамиды, яғни қимылы дамиды. Ми сол қатты байланысты ғой қимылмен. Мидың дамуы сонымен. Сол жағынан да мына тірек қимыл аппаратының жаңа ЗПР-зырлардың көбейгенде сондықтан. Гиперопека деп айтады ғой. Қатты гиперопекаға мамалар өтіп кеткен. Яғни өзі салат аузына, өзі дайындап береді, өзі киіндіреді, ондай емес. Бала бірден астыма болды, өзі киінсін. Киінемаса да киінсін. Әйтеуір жаңағы қимылды көбейту керек. Макспен ойнап атқан, горохпен ойнап атқан бала жоқ. Шашады дейміз ғой үйді. Шашады немесе жаңа қалып қалады дейсіз ғой. Қарап отырыңыз. Ол мыжысын, қарасын, көрсін, аузына салсын. Сразу көресіз. Ол дамиды сол арқылы. Жаңағы ми деп атсыз ғой. Сол арқылы мынау нелермен ақпараттанады ғой. Миға ақпарат барады. Ақпарат барады. Ол қатты ма, ол жұмсақ па, ол сулы ма, сусыз ба деген сияқты. Сосын осы жерде маған бір тағы да сұрақ туындап тұр. Қазіргі таңда ұршығы жетілмеген балалар көп қой. Мен өзім айтамын, негізінде баланы ертерек
массажистке апарыңыз деп бағыт бағдар беріп жатады қазіргі таңда. Хирургтер ұршығы жетілмей қапты дейді. Ал бірақтан мен айтамын, сол балаларыңды ұстайсыңдар да өздерің қолдан бүйтіп талтайтып ұршықты жетілдірмейсіңдер. Оны қолмен ненің азабы саған. Бізде қазіргі балалар вообще еңбектемейді ғой. Еңбектетіп қой, жылатып қой. Даже мен мысалы өзімде медик болғаннан кейін мен мысалы мынандай одежкамен, бронхымен келіп жатады ғой балалар. Сол кезде олар енді не қыламайды, шығарамайды қақырықтарды. Жылатып қой деймін. Еңбектетіп қой, вообще ұстама деймін да. Сөйтіп ол методиканы вообще қолданбайды. Ойбай жоқ, біз маманға баруымыз керек, массажистке деп та. Жаңағы сізбен сол сөйлесе келе, мынау менің нем дұрыс екен, дұрыс екен деген, өте дұрыс ұғым. Енді барынша жылатып қоймайсыз ғой енді. Бірақ кішкене іштегі не шығу керек та. Жаттығу ретінде бір 5-10 минут. Бізде қазіргі таңда балалардың ұршығы жетілмей туылып жатады. Оның себебі неде? Осы мысалы бала туылғаннан кейін де дереу жүгіріп барып жаңағы массажистерге жіберіп жатады. Соған сол туралы айтып өтсін. Жалпы ұршық жетілмеу деген 4-5 айына, 6 айында анықталады да. Оған дейін негізі көпшілігі аналар екіқабат кезде, аналардан бастаймын, барлығында аналарда жетіспеушілік болады. Протеин, жаңағы ақуыздар жетіспейді, пептидтер жетіспейді организмде, оны ішпейді. Ойбай, коллаген ішеміз ба не екіқабат кезде дейтіндер болады. 40-тан кейін ішеміз деген шығармаған ғой қазір. Жоқ, коллаген деген нәрсе ол жасарту емес. Жасарту да бол ғой, енді бірінші очередь сол жастық, әдемі молодость сақтап тұру үшін деп айтады ғой. Бірақ бұл жерде ол құрылымдық зат. Яғни құрылыс материалы. Былайша айтқанда организмнің құрылыс материалы ол ақуыз. Ақуыз аз болған кезде, естественно, ол әйелде аз болған кезде баласында аз болады. Сондықтан ұршықтың жетілмеуі, ұршықтың азаюы, аз туылған бала ол қаяқтан алады. Ол анасында өзінде жоқ қорек. Сондықтан құрметті жүкті аналар коллаген, ақуызды, пептидтерді, протеиндерді міндетті түрде жүктілік кезінде ішу керек. Ол мына разрыв түрінде алдын алады. Іштердің жыртылып кетпеуінің де алдын алады. Сондықтан соларды толтырып, ағзаның өзінің фракциялары болады, белоктарын соларды реттеп ішіп отырса, балада да жаңағы жетіспеушіліктер, осындай буындардағы жетіспеушіліктер, ұршықтың жетілмеуі салдары азаятын еді. Ана өзінің денсаулығына дұрыстап қараса. Енді ары қарай ұршықтың жетілбеуіне байланысты массаж міндетті түрде, оны бақылап, хирургпен бақылап қоюға болады. Осы сөзіңізден менің мысалы күйеуімде де операция болды, 2 рет болды. Біріншінде болған кезде операциясы орны бітпей, қиналып, жаңағы қанша уақыт үйде жатып қалды. Кейіннен жаңағы бізде сіз өзіңіз айтпақшы минералдарды, жаңағы жүкті емес даже ер азаматтардың өзі де менің сол күйеуім енді операциядан шыққаннан кейін сондай жаңағы минералдар, сіз айтып жатқанда протеиндерді ішіп, сонымен жақсы болған. Кейіннен екінші рет повторно ол кісіде грыжа ғой, пупочный, тез салмақ не қылса жыртылып кете береді терісі. Сонымен екінші операциясын жасаған кезде, ол кезде тез орны бітіп, сонда ол кісі маған айтқаны, сен сол кезде маған бір витаминдерді іш, минералдарды іш, кальций, цинк деген сияқты, соны іш деген. Мен қазір байқасам, соның пайдасы зор екен дейді да. Сонда жаңағы апталап бітпей жатқан жараның орны уже бір аптада бітіп, тез орнынан тұрып кетті да. Сол сияқты даже әрбір адамға қажетті. Өте қажетті. Несі протеин, жетіспеушіліктерді толтырып отыру қажет. Бізде енді мынау омыртқа аурулары кезінде корсеттер, қазіргі таңда корсеттер көп қой, ұсынып жатқан корсеттер кию, аяққа ортопедиялық аяқ киімдер кию, дұрыс бұрыстығы жайлы айтып өтсеңіз. Енді омыртқа ауруларының түрлері өте көп. Кифоз, кифосколиоз, сколиоз және гиперлордоз, яғни ол омыртқа нормада осылай майысқан қалпында болады. Ал егер мынау қалыптыдағы кифоз, яғни сыртқа шығыңқы, мынау қалыптыдағы лордоз, ішке кіріңкі, бел аймағында. Соны гиперкифоз, яғни мынау қатты шығыңқы болып кетеді.
гиперлордоз, мынау қатты ішке кіріңкі болып кетеді. Иә, бел тұсында. Немесе сколиоз, мынау тұтастай мынау түзу бір линия бойында емес, S-образны, S-образны, яғни сколиоздардың түрі болады. Осы кезде, немесе бел ауру кезінде, немесе қысылу кезінде, грыжа кезінде корсеттер беріп тастайды. Иә? Корсеттер кию, енді егер сколиоз болса, оған арнайы корсет бар. Корсет шено деген. Ол кию дұрыс. Иә? Ол арнайы, ол емдік мақсатта киілетін корсеті. Ал бет алды, мына бүкірлікті емдеймін деп 6 сағат, 7 сағат бойы корсет киіп жүру дұрыс емес. Бүкірлік неден келді? Жаңа кифоз ғой бұл жерде. Кифоздың түрі, иә, солар неден келді, себебін анықтап, остеопат коррекциясымен себебін жоюға болады. Бүкірліктің. Ал корсетті киіп алсаң, ол себебі жойылмайды. Оны киіп жүрген кезде нормально тік жүресіз, бірақ мойын алға кетіп қалған, мына жағын бәрібір ол мына жақтағы бұзылысты реттеп алмай, мынау бүкірлік қайта қалып кетеді. Сондықтан 6-7 сағат корсет киюге болмайды. Тек 1,5-2 сағат киюге болады. Онда да қатты ауыр физикалық нагрузка түскен кезде жүктеме, бір ауыр нәрсе жасайын деп жатсың, жұмыс жасайын деп жатсың. Сол кезде, сондай жағдайда киюге болады, және жол жүріп бара жатсыз сіз, сол жағдайда киюге болады. Яғни положение өзгеріп жатқан кезде. Мектеп меде отырған кезде де, иә, партада. Отырған кезде де енді қатты дұрыс емес. Өйткені өкпені қысады, диафрагманы қысады, ауа бармайды миға. Дұрыс ауа бармайды да, қысылады. Сондықтан кейбір ата-аналар мектеп жасындағы балаларды реттеймін, бүкірлігін реттеймін дейді, дағы 6-7 сағат бойы корсет киіп тастайды. Немесе корсетті, сколиозды реттеймін дейді, корсеттің дұрыс емес корсетті алады. Сколиозды да, ол сколиоз деген мына майысуға омытқаның. Осының да анықтамайды көп ата-аналар. Сколиоз деген не екенін білмейді, бараттаған бүкір менің қызым дейді дағына, белгілі бір корсетті жарнамадан көреді, заказ беріп кигізіп жатады. Және де оны шамал уақыт киеді, балалар қазір естіп жүрміз ғой. И жаңағы ауырып кетті, қойшы сол бойы көмектескен жоқ деп үйінде жатады. Ыңғайсыз деп. Бұны нақты осылай анықтап, белгілі өзінің уақыттарымен киюге керек. Өзінің уақытымен киюге керек. Ортопедиялық аяқ киім туралы жаңа айтып өттім, ол қатты қажет емес. Ортопедиялық аяқ киім. Енді осы жерде жаңағы бүкірлік деп жатырмыз ғой. Бүкірліктің тіске байланысы бар ма? Бүкірлікті емдемесе не болады? Мен осы жайлы алдында сізбен бір сөйлесіп жатқанда естіп қалған едім. Мынау тістің несі дұрыс орналаспауы қазіргі таңда сол бүкірлікке байланысты деп. Осы тақырыбыңыз мен үшін қызық болды. Дұрыс айтасыз. Мынау тіс, мына жерде бас сүйек тұр, тістің тіс жақта орналасады. Жоғарғы жақта және астыңғы жақта, тістің мына орналасуы астыңғы жақ сыртқа шығып кетеді, ішке кіріп кетеді. Кейде үстіңгі жақ дұрыс дамымайды. Осындай жағдайларда яғни бүкірлігі болса, мына тіс үстіне шығып кетеді. Яғни, не үшін қазір брекет киіп жатыр, көп жастар брекет киіп жатыр. Брекет, яғни ортодонт брекет салып береді стоматологтар, ол брекеті 2 ай, 3 ай жүреді, әлі реттелмеген. Не үшін? Ода бүкірлік бар. Бірінші брекет салмас бұрын, құрметті ата-аналар, брекет салмас бұрын балаңызға бірінші бүкірлігін емдетіп алыңыз. Мына түсетін осьті, мына бастан бастап аяққа дейін түсетін осьті реттейді остеопаттар. Сол осьті реттемейінше сіз брекетіңіз дұрыс 1,5-2 жылда реттейді тісті, бірақ тіс басқа жаққа қарай майысып кетеді да, жақ майысып кетеді. Қиын жолмен, жақ майысып кетеді. Өйткені ол осьсімен дұрыс тұрған жоқ ол. Түсініңіз ба? Яғни мына бас осьпен мына жерде дұрыс тұрған жоқ, ол мойын алда тұр. Мойын алда тұр былайынан. Алда тұрған кезде мына жақ алға кетеді, мойын сөйтіп гипоксия болады дағы, ол брекет тағып тастады, бірақ аяқ реттелмеген әлі. Түсініңіз ба? Мына жақ реттелмеген. Брекет тағып тастады, сол брекет таққаннан кейін ол тісті реттеп береді, бірақ мына жақ реттелмесе, анау гипоксия қатты өршіп кетеді. Яғни мұрынмен ауа салу қатты не қылады. Және мына жақтың бұзылыстарына алып келеді. Яғни асимметриясына, беттің асимметриясына алып келеді. Сондықтан брекет салмас бұрын
иә не істеу керек, бүкірлікті жаңағы осьті реттеп емдеп алу керек. Остеопат маманынан кеңес алып, одан кейін барып салдыру қажет екен, иә. Иә. Және де жаңа айтып жатсыз ғой, бала не болады деп. Кислород бармайды дедіңіз ба, миға? Иә. Жаңағы оттегі жетпейді. шаршап, не қылып, анау бас ауырады ғой негізі. Брекетті салдырғаннан ба осы деп жатады ғой көбісі. Осы брекетті қалай салдым? Мен сондай бір танысым болды. Брекетті қалай салдым? Содан тісім, жаңағы басым көп ауырады. Иә, бас көп ауырады, себебі ауа дұрыс бармайды. Өйткені еш нәрсеге зауқым жоқ дейді да. Осанкасы реттелмей салынған ғой. Осанка реттелмей салынған кезде үнемі бас ауырады. Өйткені жаңағы гипоксия ғой, оттегі миға дұрыс жетпейді. Арықтап кеткен ол кісі. Жаңағы мен айтып жатырмын, сол ана дұрыс тамақтана алмайтын да шығарсың деймін ғой. И соны шешті дейді. 1 жылдан кейін барып шешті дейді. Өлә бір кішкене бір, білмеймін, бір рахат болды дейді. Жаңағы миына ауа барған, тамақты дұрыс тамақтанған. Сол сияқты. Бірақ кейіннен мен осы сізден ақпаратты естігеннен кейін бірінші сол сіз остеопат маманына барыңыз деп айттыңыз, кеңес бердім. Жақсы, өте жақсы. Иә. Көп адам білмейді ғой. Бұл техниканың көп адам. Бұл үлкен техниканың бірі. Қазіргі таңда мысалы остеопат, мысалы жаңағы орыстардың арасында, халқының арасында мысалы мамандар мүмкін бұны ақшаға не қылып жатыр ғой, айналдырып мысалы. Ал сізде қараңызшы, бүкірліктің жаңағы басты себебі тіске байланысты деп жатсыз. Жаңағы сол сізден барып білсе, уже тісі де тез реттеледі. Иә, тісі де тез реттеледі. Бізде көбісі қазір жастардың тістері қисайып кеткен, ең олардың жанды жері сол ғой. Иә, өйткені әдемілік тез бір бетке көрінетін нәрсе ғой. Мына ішкі ағза, ішкі мына ми деген нәрсе көрінбеген екен, онша мән бермейді бізде. Сондықтан әдемілікке, мына тіске көп мән бергеннен кейін соған ақша құялады. Иә, мына осанкаға онша құялмайды ақша. Сондықтан айлап құйып жатады тіске. Иә. Біріншіден сол, бірінші осанканы реттеп, мына жамбас қисайып кеткен балдарда. Көп балдарда. Жауырын екеуі қисық. Иә, екеуі екі түрлі. Соны реттеп барып брекет салдырған дұрыс. Онда брекетті жүрет қиналып, бас ауырып, немесе басқа болып, соны асқынулар болады да өте. Күшті, иә. Пайдалы болсын, бізден күшті жауаптар болды.